Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? 9-шы сынып қазақ әдебиеті. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фантастика және детектив жанрлары. Сабағымыздың мақсаты фантастика және детектив жанрлары туралы түсінік қалыптасады, олардың жанрлық ерекшеліктерін біледі. Бүгінгі сабағымыздан күтілетін нәтиже фантастика және детектив жанрлары туралы біледі, жанрлық ерекшеліктерін ажырата алады, жазылған шығармаларды талдай алады. Оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы фантастика және детектив тақырыбы. Осы тақырып төңірегінде мына сұрақтармен жұмыс жасаймыз. Қиял дегеніміз не? Қиял ғажайып ертегілерінде не туралы айтылады деп ойлайсыңдар? Фантастика және детективтік шығарма дегенді қалай түсінесіңдер? Детектив сөзінің мағынасы және ол туралы не білесіңдер? Осы сұрақтар төңірегінде ой қозғап алайық. Ал құрметті оқушылар, фантастика көне грекше көзге елестету өнері. Әдебиеттің өмір шындығын қиял тұрғысында әсірелеп бейнелейтін жанрлық түрі. Детектив дегеніміз ағылшынша әйгерелеу, әшкерелеу, шытырман оқиғалы, қылмысты істерді ашуға құрылған шығарма. Фантастика қиялдау өнері. Ұғымының өзі де қиялдау өнеріне байланысты пайда болған. Қазіргі әдебиеттану мен өнертану ғылымында фантастиканың ертегілік және ғылыми белгілерінің ара жігі ажыратылмаған. Әдебиетте ғылыми фантастика, ғылыми поэзия және ғылыми проза болып екі пішімде қолданылады. Ғылыми фантастика, ғылыми туынды, көркем әдебиетте, сондай-ақ кино, кескіндеме, әртүрлі өнер жанрларында қолданылады. Ғылыми фантастика өнердегі дербес жанр ретінде 20-шы ғасырда қалыптасқанымен, оның қайнар бастаулары ежелгі әпсаналарда, ауыз әдебиетінде жатыр. Оған қиял ғажайыптық, ертегілік қасиет те тән. Детективтік әдебиет сюжеті жұмбақ, қылмыс салаларын логикалық пайымдаулар арқылы ашып көрсетуге арналады. Басты кейіпкер ретінде із кезуші, заң қызметкерлері, тыңшы, бақылаушылар мен қылмыскерлер алынып, алуан түрлі оқиғалар арқылы екі жақтың ашық та астыртын қақтығыстарынан соң қылмыс әшкереленеді. Қазақ әдебиетінде фантастика халық қиялынан туған тұрмыс салт ертегілерінде, қиял ғажайып ертегілерінде орын алады. Мысалы, ер төстік ертегісінде Керқұлатты Кендебай, Қырық өтірікте фантастика жанрының негізгі элементтері кездеседі. Жазба әдебиетте фантастикалық оқиғалар Абай Құнанбаевтың Масқұт, Ескендір поэмасында, Саттар Ерубаевтың Келешек соғыс туралы новелласында, Сәрсекеевтің Ғажайып сәулесі әңгімесінде, Машановтың Жер астына саяхат ғылыми фантастикалық әңгімелерінде кездеседі. Қазақ детективтік әдебиеті Сәкен Сейфуллиннің Бандыны қуған Хамит, Кемал Тоқаевтың Түнде атылған оқ, Сарбағанда болған оқиға, Ерекше тапсырма, Таңбалы алтын повестерінде кездеседі. Исабаевтың Ажал құрсауында, Коменданттың жазбаларында детективтік жанрда туындаған шығармалар. Ал енді құрметті оқушылар, фантастика, детектив жанрлары туралы қысқаша түсінік алдық. Енді осы екі топқа екі түрлі тапсырма беріледі. Бірінші топ фантастика жанрының ерекшеліктерін кластер әдісі бойынша топтастырамыз. Екінші топ детективтік шығармалардың жанрлық ерекшеліктерін сіздер де кластер әдісі бойынша топтастырасыздар. Енді құрметті оқушылар, тұжырым кестесі бойынша бірінші топқа детективтік шығармалар беріледі. Шығарманың авторы мен тақырыбы берілген. Осы екі автордың шығармасы барысында шығармадағы кейіпкерлердің адами тұлғасын ажыратасыздар. Шығарманың детективті туынды екенін дәйектейтін түйінді ойды жазамыз. Ол Тоқаевтың Сарбағанда болған оқиға әңгімесінің желісі бойынша, Сәкен Сейфуллиннің Бандыны қуған Хамит повесінің желісі бойынша тұжырым кестесін дайындайсыздар. Екінші топ фантастикалық шығарманың авторы мен тақырыбы берілген, Машановтың Жер астына саяхат, Сәрсекеевтің Ғажайып сәуле шығармасы бойынша шығармадағы фантастикалық болжамдарды анықтайсыздар. Шығарманың фантастикалық туынды екенін дәйектейтін түйінді ойды жазамыз. Ал енді құрметті оқушылар, осы екі тақырып төңірегінде біз бүгін сіздермен фантастика және детектив жанрлары бойынша сөз еттік.
Енді сіздер үйден фантастикалық оқиғаларды детективтік шығармадағы оқиғалардың ерекшеліктерімен салыстыра отырып, талдап жазасыздар. Эссе жазып келу тапсырылады.